жаңа тарауды бастайтын боламыз. Тараудың аты ғарышқа саяхат. Мына суреттердегі сұрақтардың қайсына жауап бере аласыңдар? Ғарышқа не үшін ұшады? Құстар қалай ұшады? Ұшуды кім ойлап тапты? Немесе доп неге шар сияқты ұшпайды? Және де не ауыр, не жеңіл? Осы сұрақтардың қайсына жауап бере алатын едіңдер? Әрине балалар, бұл сұрақтың біріне жауап тапсақ, бір сұрақтар бізді мазалайды. Ендеше бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бізді мазалаған сұрақтар. Бұл суреттегі Александр Романович Беляев, ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қос мекенді адам» атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген. Адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылы ауа да көтерілетінін адамдар ерте кезден-ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып жылы ауаны ұшу мақсатына пайдаланған ағайынды француздар монгольферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырылған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Ал бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшқан болатын. Суретте тұрған монгольферлердің аэростаты. Кейбір адамдар қанат байлап, биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулері ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасағаны белгілі еді. 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін, тіпті одан да биікте басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндай биіктікте адамға ауа жетпей қалмауы үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді. Оқулықтағы қызықты мәтінмен танысып болған соң, менің мына сұрақтарыма жауап беріп көріңдерші. Ұшу аппаратын жасаған кезде ғалымдар қандай кедергілерді байқады? Мәтінде біз демалатын ауа оттегі туралы не айтылған? Жарайсыңдар балалар. Шығармашылық тапсырма. Әуе шарының суретін салып, безендіріп көріңдер. Және өз әуе шарларыңа ат қойыңдар. Сонымен қатар суреттегі ұшу аппараттарын сипаттаңдар.